Отырамыз. Кезекшім. Түгел оқушылар. Бір оқушы жоқ па тек? Сағат бол ғой, жақсы отырайық. Жақсы балдар, көңіл күйлеріміз жақсы ғой? Топқа бөлініп алдық. Енді бірінші топ кәсіби тобы болады. Бірінші сіздер боласыздар. Екінші топ QR тобы. Үшінші топ Wellbers тобы. Төртінші топ Азан тобы. Сіздер. Үшінші топ сіздер боласыздар. Ары қарай енді сабақты жалғастырайық. Мен сіздерге қазір сұрақ беремін, сіздер жауап беріңіздер. Бүгінгі сабақтың бастығы. Сендер интернет арқылы сатып алып көрдіңдер ме? Интернет арқылы өздерің алмайсыздар ғой, ата-аналар алып бердіңіз, солай ма? Ал жақсы. Қандай сайттан алдыңыздар? Көбіне Каспийден аласыздар ма? Ал жақсы. Ары қарай, неге интернеттен сатып алып ыңғайлы деп ойлайсыздар? Айтамын. Интернеттен сатып алып, басқа қаладан өз қалаңызға дейін әкеліп береді. Бұл. Тиімдірек болады. Әжелі бөлі қош. Бәрі осы жасым одар ма? Ар жақта. Міне ақ отырмыз. Қыздар бір өңді алып отырып, сергі екі орынға алып отырып алып. Екі орынға алып. Әне бір өңді алып. Мын жақта бос тұқым, мын жақта өтеуіш бір. Мын жақта өтеуіш бір өңді бос тұқым. Отырыз. Жақсы міне, бүгінгі тақырып балдар. Электрондық бизнес және интернет сауда. Дәптерлерге өтіріп алып, бүгінгі күннің жады бойынша кешесі 24-ші ақпан 2026 жыл. Бүгінгі тақырыбымыздың мақсаты экранда көріп отырғанымыздай, оқушылар электрондық бизнес пен интернет саудасының мәнін түсінеді, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін ажырата алады, қауіпсіз онлайн сатып алу ережесін меңгереді екен. Жақсы. Интернет сауда дегеніміз не екен? Интернет сауда дегеніміз не екен? Қалдар, интернет сауда айтып ма? Қане айтып ма? Интернет сауда дегеніміз түрлі әлеуметтік желілерден, сайттардан сатып алу. Хабарларды сатып алу. Ол қауіпсіз бе, қауіпті ма? Кейбір қауіпті. Кейбір сайттар қауіпті, кейбір сайттар қауіпсіз. Осыны біліп, хабарды содан кейін алғанымыз жақсы болады. Жақсы, отыра қойыңыз. Товар мен қызметті онлайн сатып алу және сату процесі. Бұл енді интернет сауда деген. Онлайн сауда қалай жұмыс істейді? Бірінші кезеңдері сайтқа кіру керек, товарды таңдау керек, төлем жасау керек және жеткізу керек. Жеткізетін кім екен? Кім? Товарды сатушы ғой бізге жеткізетін. Курьер арқылы товарды жеткізіп береді. Оны біз қолмен істей алмаймыз, тек көзбен көргенді қалай көреміз? Қасынан көреміз ба? Жоқ, Телефоннан ғана тек оны мынандай товар бар деген товарын ғана көре аламыз. Ал бірақ қолмен ұстап, оның сапасын көре алмаймыз. Сондықтан ол товар қалай болып келуі мүмкін? Сапасы да болып келуі мүмкін ба? Сапасы да болып келуі мүмкін екен балдар. Ал жақсы ары қарай кетейік. Ондай болса. Электрондық бизнестің артықшылықтары неде? Электрондық бизнес және интернет сауда деп аталады. Тақырыбымыз. Солай ма? Ары қарай кетейік. Міне, электрондық бизнес дегеніміз не екен? Артықшылығы не екен ол?
Ne aytты артықшылық? Көріп тұр ма балдар? Артықшылығы шексіз географиялық қажеттілік. Шексіз географиялық қажеттілік деген зат ол. түрлі елдерден қалалардан Жалпы әлеммен бізді байланыстырады. Интернет сауда әлеммен байланыстырады. Бізден қанша километр қашықтықтағы Америкадан, мүмкін Түркиядан, мүмкін Дубайдан, мүмкін Англиядан да товар ала аламыз. Солай ма? Міне, сол ағымның артықшылығы шексіз географиялық қолжетімділіктер. Операциялық шығындарды азайту. Ол былай сен қолма-қол сатып алған арзан болады ма? жоқ. Себебі сен оны ортаға ешкім түспей аласың. Түсінесің ба? Ешкім саған жеткізіп беруші болмайды. Жаңағыдай, мысалы, бір товарды саған алып беру үшін ол кісі де үстіне баға қояды. Ал жеткізіп берушіге ол товарды жіберіп тұрған адамның өзі ақша төлейді. Сондықтан да ешқандай или сен төлейсің. Екі мың арасындағы келісімге байланысты. Мысалы, Америкада тұрып саған товар жіберетін болса, ол айтады, жолдың ақысын мен төлеймін дейді. Мысалы, мынаған келіссең, товарды былай қылып алсаң, жолдың ақысын мен төлеймін. Или соны айтқан бағасына аласың, және өзің жол ақысын төлейсің. Ол түрде. Енді 24-те 7 жұмыс істеуі мүмкін. Интернет сауда болса 27 жұмыс істей аласың ба? Демалыс күні жоқ оларда. Кеш жоқ, кеш деп отырмайсың. Кеш болды, дүкен жабылып деп айтпайды. Ол саған қашан соғасын, олар дайын. Сол үшін кезекші тұрады. Интернетпен байланысып кезекші тұрады. Сол интернетте саған жауап беріп тұрады. Клиенттермен тиімді байланыс көріп тұрмын. Клиенттермен тиімді байланыс істейді. Жақсы. Олай болса оқушылар. Бірінші тапсырмамыз салыстыру кестесі, дәстүрлі дүкен және онлайн дүкен деген жеке жұмыс. Әрқайсыңыз дәптерлеріңізге жеке жұмыс орындайсыңдар. Мысалы, мынандай тапсырмалардан салыстыру қойылды. Мысалы, бірінші дәстүрлі дүкен. Екінші онлайн дүкен. Онлайн дүкен деген қандай болады? Дәстүрлі дүкен деген қандай болады? Ағай, дәстүрлі дүкен деген өзіміз таңдауымыз. Дәстүрлі дүкен деген қазір мысалы прямо киім барып, офлайн хабарлатын дүкендер деген. Олар онлайн дүкенге жатпайды. Көрдіңіздер ма? Мысалы онлайн дүкен дейтін болсаңдар, екі неге жазыңдар, өздерің ойларыңды жасап қойыңдар. Сосын мен келесі неде сабақта тексеріп жазып ма оны? Түсіндір ғой? Ағай сабақ жалғастырып келейік. Болсаңдар, бұл мынау жеке жұмыс, әркім өздерің орындайсыңдар. Жеке ойларыңыз. Мысалы дәстүрлі дүкен деген қандай болады? Онлайн дүкен деген қандай болады екен? Екі минут уақыт болды. Тездетеміз. Бір минут кетті, бір минут қалды. 17-те 2-де қазір аяқтаймыз. Қандай деп ойлайсың? Дәстүрлі дүкен деген қандай? Онлайн дүкен деген қандай екен? Онлайн дүкен деген өзі соңғылықта шықты ғой, солай емес па? Осы телефон, интернет жүйелері жұмыс жасағаннан кейін онлайн дүкен деген шықты. Олардың артықшылығы қандай, кемшілігі қандай онлайн дүкендер? Жаңа айттық артықшылығы, да? Қандай кемшіліктер бар екен? Қандай кемшіліктер бар? Не деп айта аласыңдар кемшіліктер? Алдап кетуді мүмкін, ә? Алаяқтық болуы мүмкін ба? Онлайн дүкен алаяқтықтар да болуы мүмкін, ә? Көзбе-көз алатын жерде саған алаяқтық жасай алмайды, солай ма?
Offline alатын болсаң, алайын жасасаң ба, ойна. Ал, егер онлайн алатын болсақ, бұл жерде алаяқтық кездесуі мүмкін екен. Болдық па бәріміз? Әр топтан бір адам қана айтайықшы, не деп жазды? Айта болсын. Бірінші партиялық тұрғысы. Айта болсын. Ал енді Онлайн дүкен дегеніміз оны телефон арқылы түрлі елдер немесе қалаларда жасап беріп алдыратын дүкен. Ағай, телефон немесе интернет арқылы. ағай, Жақсы. Үшінші топ. жақсы жүрсе, затты ұстайтып көре де аламыз, заттың сапасын білеміз. Ал онлайн дүкенде затты тек телефон арқылы көре аламыз. Телефонда басқаша болса, өмірде басқаша болуы мүмкін. Телефоннан мысалы үлкен де болып көрінуі мүмкін, ал үйге келгеннен кейін оқы деп қалады. Мүмкін телефоннан кіші болып көрініп, үйге келгеннен кейін оның размері басқаша үлкен болып көрінуі мүмкін. Әртүрлі жақсы. Екінші топ айтсын. Бір ай төменден келген тұрмыз. Дәстүрлі дүкенде заттың сапасын қарауға болады. Ал онлайн дүкенде тауарды онлайн, яғни телефондағы приложение арқылы қарауға болады. Жақсы ал, айта ғой. Дәстүрлі дүкенде 24-те жеке асамайдыға онлайн дүкенде 24 жасайды. Дәстүрлі дүкенде кейбір болмайды, онлайн дүкенде барлықтар бар. Дәстүрлі дүкенде бағасы қымбат, онлайн дүкенде бағасы арзан. Ал, олай да болуы мүмкін, жақсы. Ары қарай кетейік. Интернет-сауда қалай жұмыс істейді дейді. Жаңа онлайн дүкен, дәстүрлі дүкен деп жатырмыз ғой. Енді соның онлайн дүкені бар енді, интернет-сауда деген, Олай емес пе? Я бұл дәстүрлі дүкен бар. Онлайн дүкен. Енді тұтынушы қарайды, тауарды таңдау және шығу. Тапсырыс береді, себетке қосып төлем жасайды. Сатушы жібереді, тауарды орау және жеткізіп. Орау деген не екен? Упаковка береді, әдемілері. Сөйтіп, переме заттарын қабылдарын, мысалы, Қытайдан даландаса сөйтіп келмей ма? Пакет келіп, әдемілер, бұлонды салынып, ашылмайтын қылды. Ал жақсы. Интернет-сауда бұл, интернет дүкендер, сосын не дейді? Маркетплейстер, немесе әлеуметтік желілер арқылы тауарлар мен қызметтерді сатып алу немесе сату, бұл дәстүрлі саудадан ыңғайлылығымен және жылдамдығымен ерекшеленеді. Қалай жылдам болады? Жылдамдығын емеш ертеді. Не үшін жылдам болады? Онлайн дүкеннен, офлайн дүкеннен қандай жылдамдығы бар? Офлайн қалаған уақыт. Айта ғой. Онлайн тапсырыс бергенде оны сатып алғанда бірден оны бұрап жеткізіп береді. Айта ғой. Онлайн заказ етсең ол бір ай, екі ай жайлап келеді, ал офлайнда Жылдамдығы және ерекшелігі деген сөзде бала. Оның жылдам ерекше дейтін себебі үйіңді дұрыс істейді. Сен былайла дүкенге жүгірмейсің. Офлайн дүкенге барып жүрмейсің. Офлайн зат дүкеннен барып алмасаң үйге кетіп бере ме? Жоқ. Ал оны көрмегеннен кейін сен үйіңе мысалы киім товарларын әкеліп бере алмайды ғой. Киіп қарамасаң ол келгеннен кейін оны қайтадан алып кетіп отырсың. Бірақ онлайн дүкен соның бәріне келсін. Келгеннен кейін товар болмай қалатын болса, ол алып кетеді. Қайттан сенің размеріңдегі товар жеткізіп береді. Сондай ерекшелігі бар. Ал негізі ұғымда интернет түгіл электрондық каталог себеп төлем жүйесі жеткізу қызметі. Сонда не арқылы жеткізеді екен ол? Электрондық каталог керек, каталогты қарайсың. Сонымен мына затты белгілеп бересің каталогтан, каталогтың сол неңді жібересің, ол сол товарды жібереді. Размерін айтасың. Мысалдар мысалы. Не дейді? Amazon, Alibaba, Каспий сияқты ірі онлайн платформалар немесе шағын жергілікті интернет дүкендер. Біздің бейнелермен интернет дүкендер бар ғой, иә? Бар ғой қазір жұмыс жасап отырған интернет дүкендер. Хабардың дүкені сонда бар ма? Жақсы. Интернет арқылы жаңағы не жасайсың? Енді балдар топтық жұмысқа көшейік. Міне
Birinci topun жұмысы қазір сіздерге жағдаят берем. 4 топқа 4 түрлі жағдаят. Бірінші топ сіздердің не жағдаяттарыңыз, екінші топ, үшінші топ. Бірігіп отырып қазір топтар болмайды. Мына қағазға түсіріңдер, білгендерін, түсінгендерін сосын қабайсыңдар. Toppen жұмыстар, бәріміз үшін топпен жұмыстар. Bir адамның күріш, көп адамның күрі ортақ болғаны жақсы. Сол 4 жағдаятпен Kaldı, şamramayız. Neyle bakacağız? Мысалы, сатушының өзінің достары басқа жалған аккаунт қарт өзі Oğuz yüksek bakası және басқасына қарап басқаларын Sınavlarınızı yazıyatma. Sınıf, sosyal özelinin fikirlerini yazınlar, cevaplarını yazınlar. Kendisi sosyal tahtada olurlar. Vakit 10 minut kaldı. 10 minut al.
Shularni suraqqalarga javob bersangiz. Ağay bo'ldi. Birga bo'lsin. Ayaqda. Yarım bozulma. To'xtadim bari. Bo'ldimi? Bir stop. Buni shans ko'rganmiz. Yo'q, to'pga ko'rganmiz shans. Avval jadayat o'qiymiz, suramiz. Hatta tanishgan tindab o'tiramiz qolib turibdi. So'rab bo'lsa qo'yamiz, jada o'qib qolmay. Jada ana klassda tek o'tirib so'rab qo'ymay. Qo'y. Arıcan Instagram arqali xabar ko'rib kiyimga topshirish keladi. Tag'asi buncha arzon bo'lgan. Ahvasi to'q oldin olmasi. Biroq tovar kishisi keladi. O'shani sakkiz Tatuşa javob bermaydi. Al. Qanday so'rab bor bu yerda? Bu yerda qanday qaytarib jiberdi? Birinchi so'roq qanday qaytarib jiberdi? Tatuşa eng oldin az bo'ldi qilib, egasi to'g'ri qilib kerak. Ya'ni ular Aluşu deydi. Tatuşimiz aluşu. ya'ni ular xabarini bilmay qolsa adam shu Alayapti bo'lib ketuvdi. Yaxshi. Xabar vaqtida kelmay qolsa, bu odam alayapti bo'ldi. Yigitcha. Qanday bo'ldi? Qanday? Shunimiz. Ne dedin? Төлеуге сатып алушы қандай құттарға еді. Ақшасын төлеуге сосын жіберген товарын өлшеміне келетіндей қылып, және сапасын дұрыс қылып қабылдап алуға олай жақсы аға кеттік. Bunday жағдайдың алдын алу үшін не істеу керек? Алу керек. Және де арзан болғанмен сапасын қарау керек. Бірінші нені қарау керек? Өзі сәйкес нақты киімді Жоқ, бірінші алатын сайтына дұрыс көңіл бөлу. Бұл сайт дұрыс па? Дұрыс сайт емес па? Соны қарап алғаннан кейін ғана оның товарын алуға болады. Жақсы, төртінші. қандай сенімді платформаларда пайдалануға болады? Сізге қандай платформа пайдалы болады? Сенімді платформа Каспий-Киде Уэлберс және Озон ба? Екі өмірдік сандырыс ба? Жақсы. Ондай сауда сенімді ме екен? Қауіпсіз бе екен? Елу деп айтуға болады. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ па? Қойып. Осы онлайн саудада жартылай төлеуге болады ма өзі? Жоқ қой. Онлайнның көзі жетіп төлейтін түрі де бар. Солай сырап бірден төлейтін жерді. Мысалы, Каспийде сауда сайтын болса, бірден төлейсің бе? Төлейсің ба? Келгесін төлейсің ба? Сол бет төлейсің ба? Жақсы,
Екі стоп. Екі стоп. Жұлдап жатамыз. Уақыт бар. Келсін, екі жағдай тоқып. Екі тұрма. Екі жағдай тоқып. Екі жағдай. Тез оқылады. Біреу жылап оқып. Тыныш қалды, тыңдаймыз. Болғанда тыңдаймыз. Төлем түрлері қандай болуы керек? Төлем түрлері карта немесе QR арқылы төлем жасайды. Жеткізу мәселесі қалай шешіледі? Жеткізушімен ақылдасып келісіп алады. Төртінші, жарнаманы қалай ұйымдастырады? Танымал адамдармен ұйымдастыру арқылы жасайды. Бесінші, өз итінің дүкеннің атауын мазмұндап және логотипін сипатта. Дүкеннің аты нақыш. Ал сұрақ бар ма? Жауаптар дұрыс па? Қанағаттандырар қой жауаптар, Жақсы ғой. Жақсы отырып. Екі топ береді. Азырын тұрып, есігі бөлінді. Түзет тұқымады. Бәрін жүрді күшті. Болды. Әлі тұрып шәрі. Балдың дейін көрсіп қалады. Алайда ғой. Кім оқиды? Сән жәйт тұр. Үш па? Бірінші басан бастап интернет магазинде тауарға тек жақсы пікірлер жазылған. Бірақ сатып алғаннан кейін сапасы нашар болып шықты. Талқылау сұрақтары. Жалған пікірлерді қалай анықтауға? Пікірлердегі суреттерді сапасын қарап анықтауға болады. Жақсы. Рейтингпен пікірге толық сенуге бола ма? Жоқ, сенуге болмайды. Жалған аккаунттармен өзі пікір жазып кетуі мүмкін. Қандай бірмен алаяқтық көрсетеді? Тек жақсы пікірлері бар, жаман пікірлері жоқ. Өте жоғары дәрежедегі пікірлермен көрсеткен товарлар бұл алаяқтық товарлар болуы мүмкін. Дұрыс па бұлар? Дұрыс па? Жауаптар дұрыс па? Ал енді сұрақ қойып. Өздеріңіз қарап тұрыңдар ма жауаптарыңыз? Ал қалған топтар не дейсіңдер? Айтамын. Екінші сынақта өз аккаунтпен басқа аккаунтпен ашып пікір жазады. Үшіншісіге сол пікірді сонда ол пікір олардың аккаунты болмай шығады. Үшінші сұрақтың жауабы болсаңыз. Тек жақсы. Қандай елдің алаяқтық көрсетіп деген ба? Жоқ. Екінші сұрақты айтты да, басқа аккаунтпен ашып жақсы пікір жазатын. Үшінші сұрақта жақсы пікірге айтты да, сонда ол өз сатушы. Алаяқтар жазады деп отыр ғой бұлар. Алаяқтар жақсы пікір жазуы мүмкін деп отыр. Солай қылып та аккаунт ашып, басқа аккаунт ашып беріп, ал сол алаяқтардың пікірімен мысалы, сен алданып жасап көру мүмкін да. Осылай дейді. Дұрыс па? Жақсы отырамын. 400 кеткен. Мен оқимын. Оқушы белгісі сайтқа тіркеліп, жеке деректерін, ЖСН, карта нөмірін енгізді. Біраз уақыттан кейін оның картасының ақша шешілді. Тапсырма. Қандай қауіпсіздік ережелері бұзылды? Бірінші сұрақ. Біріншіден, онлайн фильмдерді әлеуметтік желілерде адамдар алдап кетуі мүмкін. Тіпті мошенниктерде болуы мүмкін.
қауіпсіздік болсын, не үшін не қауіпсіздік жасауымыз керек? Не қауіпсіздік шарасын жасау керек? Ұзынды қойыңыз қауіпсіздік шарасы. Бізде қандай қауіпсіздік жасау керек? Карта нөмірі мен кесел нөмірімізді сақтауымыз керек. Ешкімді ол үшінші адамға, екінші адамға бермей жатырмыз. Жақсы ағай, мұндай жағдайда не істеу керек? Bunday кезде бірінші қажет жүгіну керек. Дұрыс айтасың, иә. Полицияға жүгіну керек. Үйге сондай машинист бар, автобус санда. Онлайн төлем жасағанда қандай сақтық шараларын сақтау керек? Бірінші ол үшін аудиторияны интернеттен іздеп көру керек. Сатушымен анық болып сөйлесіп көру керек. Онлайн төлем жасағанда қандай сақтық шараларын сақтау керек? Ақша беру үшін де мұның нақты өзіне мүмкін телефон сұрап алу керек шығар, бірден. Сосын барып, оның алая емес екенін белгілі болады ғой, қанша деген телефонға сөйлесін. Олардың сөздерінде, егер білетін адам болса, сөздерінен белгілі болады қалай айтады. Олар аса мақтайды, мысалы жаңа айтқандай. Иә. Өте, мысалы, күшті табар деген сияқты. Жақсы сұрақ қоймап отыр. Айтамын. Екінші сұрақта. Мысалы, тауардың басқа елден немесе басқа қаладан сатыларды операциядан немесе бұл өзіңіздің қалаңызда немесе елімізде бар. Ал сатушыдан сатып алған кезде ол басқа ел болса қалай полициялар бөлімінде басқа қалаларда солай етті. Бұда Интерпол деген бар. Интерпол деген түсінесіздер ма? Интерпол деген мына шетелдегі жағдайлар болатын болса да, бір-біріне байланысы бар, полициялар болады, күдіктілерді табу мүмкіндігі бар. Жақсы отырайық. Жақсы. Бүгінгі тақырыбымыз интернет сауда болғаннан кейін олай қауіпсіз онлайн саудасының ережелерін біз білуіміз керек. Ережелер қандай екен? Онлайн сауда кезінде қауіпсіздікті сақтау өте маңызды. Бұл сіздің ақшаңыз бен жеке деректеріңізді қорғауға көмектеседі. Алаяқтардан сақтану, жеке деректерді қорғау. Күшті құпия сөзді пайдалануымыз керек. Бірінші, жеке ақпаратты тек сенімді сайттарға беруіміз керек. Қоғамдық Wi-Fi желілер арқылы төлем жасамауымыз керек. Қоғамдық Wi-Fi деген түсінесіздер ме? Кез келген Wi-Fi. Сосын, күдікті электрондық пошталардың сілтемелерді ашқаңыз дейді. Саған мүмкін сілтеме жіберіп, соның ішінде код бар. Сол кодты маған айтсаң, мен сенің жаңағы ұрлап бара жатқан ақшаңды қайтарып орнына қойғыза аламын деп банк қызметкерлері деп айтуы мүмкін. Мысалы, міне осындай кезде тауар туралы пікірлерді және сатушының рейтингін тексеріңіз. Рейтинг тексересің. Оның жаңағы рейтинг дегені бар, мысалы, жоғары рейтингте ме ол сатушы ма сондай. Егер жақсы рейтинг, жақсы атақ алып тұрған адам болатын болса, ол мүмкін жақсы болады. Бірақ жаңағыдай интернет алаяқтар арқылы жаңағыдай рейтинг жасап қойды. Тым азат ұсыныстарға сенбеңіз. Төлем жасамас бұрын сайттың мекен-жайын мұқият тексеріңіз дейді. Осы сайт қай жерден шығып тұр? Ары дерегі. Жақсы. Онан олай болса, қорытындылайық бала. Иә немесе жоқ ойын. Электронды бизнесте дүкен ашу ма? Иә дейсіңдер, жоқ дейсіңдер. Жоқ, басқа да түрлері бар, ә? Жақсы, интернет сауда тәулік бойы жұмыс істейді ме? Иә. Онлайн сатып алу әрқашан қауіпсіз. Жоқ. Қауіпсіз емес, ә? Жақсы, олай болса, кері байланыс жасайық. 3-2-1 әдісімен 3 жақсы ақпарат айтыңдар. Сосын 2 қызық факт айтыңдар, 1 сұрақ қойыңыздар. Қандай ақпарат айтыңыздар осы туралы? Интернет дүкені, магазин, дүкен арқылы. Интернет сауда туралы не айтамыз? Қандай жақсы пікір бар? Ақпарат бар. Уақыт болып қалды.
Айтамын. Әр біреу айтты ғой. Мысалы кейбір сатып алушылар өлкенен көбірек зат алса, оған әрқашан сенімді және Әрі жеңілдікпен бере ма? әр жеңілдікпен береді. Иә. Бар, бер, мұқият, қарап, араласып кетсең, олар сенімен таныс болып кетеді, бұлар аралар. Солай ма? Мұқият зерттеп отыратын болсам, ал сөйтіп таныс болып жүріп қалай істеуді. Себебі алса сен көресің, кім екенін. Онда да жағдай болды. Жақсы ақпарат сосын қарғайын екінші ақпарат бар ма? Сондай ақпарат. Не айтарсың? Болмаса факт айтып, сондай жағдай кездесті, мынандай жағдай. Екі факт айтып ғой. Айтамын. Кейбір адамдар түрлі әлеуметтік желілерде заттар сатамын деп пост қойып, оны сатып алатын кезде телефонға сатуы мүмкін. Сол телефонда апарғанда олар телефон емес түрлі басқа заттар болуы мүмкін. Жақсы. Факт осы біреу ал. Жақсы екінші факт. Факт айтыңыз, көрген, естіген факттерін болсын. Осындай интернет алаяқтық қараймыз. Интернет саудаға байланысты. Кім айтады? Бір адам айтамын. Ешқайда барып жүрмін. Үйімде отырып телефонға сатып алған. Ол факт па? Жоқ. Ол факт емес қой. Ол тек оның тиімділігі ғой. Иә. Факт айту керек бұл жерде. Жаңа ақпарат осы интернет сауда туралы. Немесе екі қызықты факт дейді. Қызықты болу керек та, мысалы, қандай жағдай болды? Мысалы, интернет алаяқтықтан не жағдай болды? Интернет саудада. Ал, айтамын. Айтшы. Қарталарда игіліксіз, көңілсіз зат алғанда ол қазіргі заманның заттарын түсінбеуі мүмкін. Сол кезде жас адамдар, жас балалар оның ақшасына қызығып, қартадан да алып кетуі мүмкін. Енді ол сонда факт болады, екінші факт болады. Қызықты факт алдап кетті деп айтқанса қызықты факт болады да. Әлемкесті алдап кетті, осындай ақшамен алдап кетті десе ол қызықты факт болады. Ал сұрақ көп көрші, бір сұрақ, соны аяқтайық. Бір сұрақ көрші, интернет сауда туралы. Айтады. Сонда тәулік бойы жұмыс істеседі. Түнгі бірде тапсырыс береді, сонда ұйықтамай қарап отырамыз. Олар кезекке қойып, бізде мысалы дәрігерлер отырады ғой кезекте, сондай болып отырады телефонның алдында. Кезегімен отырады, сағатымен отырады. Мысалы мен келдім бе сағатқа кешкі 8-де, таңғы 8-ге дейін отырамын да, сосын күндізде мен отырамын. Міне ол сауданы жасауды тоқтатпаудың несі? Жаңа 24-те жетті деген соң. Жақсы, сабақты аяқтайық. Сау болыңыз.